Әдебиеттік оқу сабағы басталды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев «Қарағым». Бүгінгі сабақта сенің білетінің шығарма мазмұны. Сенің меңгеретінің сөйлеу барысында өлең шумақтарын, нақыл сөздерді қолдану. Шығарманы интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою, оларға жауап беру. Шығармамен таныспас бұрын, алдымен автормен таныс болайық. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінің жарқын тұлғаларының бірі. Алаш қозғалысының қайраткері. Ол Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Ақынның жазғы таң, өнер білім қайтсе табылар, балалық шақ, қазағым, қарағым, осы күнгі күй шығармаларының авторы. Енді өлеңді бірге оқиық. Қарағым. Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме. Ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Оқымай ойын қуған балаларға жолама, шақырса да қасына ерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл. Алам деп көктен жұлдыз, қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас, тоқтамай, істей берсең батып терге. Жасынан оқу оқып өнер қуған, жан жетпес көңіл жүрек кемеңгерге. Шығарма неге қарағым деп аталған? Жауап нұсқаларын таңда. Себебі шығарма жас балаларға арналған. Себебі шығарма ересек адамдарға арналған. Себебі шығарма жақын адамына арналған. Тапсырманың дұрыс жауабы: шығарма жас балаларға арналған екен. Жарайсың. Автор жас буынды қандай бала болуға шақырды? Жауап нұсқалары: білім жолын таңдаған ақылды бала болуға, ойынды ермек еткен сауықшыл бала болуға, немесе ойынды серік еткен елгезек бала болуға шақырды. Дұрыс нұсқаны таңда. Әрине, ақын өз өлеңінде білім жолын таңдаған ақылды бала болуға шақырған екен. Жарайсың. Автордың негізгі ойына қай өлең сай келеді? Соны анықтайық. Бірінші өлең. Оқу білім жанған шырақ ойласаң. Үйренерсің, іздеп көрсең, қалмасаң. Қу өнерді, бу беліңді жігер сал. Пайдаларсың, қаужанарсың, тоймассаң. Екінші өлеңге назар аудар. Тәрбиенің бастауы ыстық ұя. Біз құрақпыз, ата-ана бір дария. Ғылым білген, ғалым да тағзым етер. Отбасы, ошақ қасы, ол жания. Әрине, автордың негізгі ойына бірінші өлең сай келеді екен. Бұл сұрақты бірден таптың деген ойдамын. Жарайсың. Төртінші тапсырмаға назар аудар. Автордың негізгі ойына қай нақыл сөз сай келеді? Соны анықтап көрейік. Бірінші нақыл сөзге назар аудар. Оқу білімсіз өнерде жоқ. Ақын болу үшін де, болмаса, басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек. Бұл нақыл сөзді айтқан Ғабит Мүсірепов атамыз. Екінші нақыл сөзге назар аудар. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады.
Бұл нақыл сөзді айтқан Ыбырай Алтынсарин атамыз екен. Автордың айтқан негізгі ойына Ғабит Мүсірепов атамыз айтқан нақыл сөз сай келеді екен. Бұл сұрақтың жауабын дұрыс таптың деген ойдамын. Осыменен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сөйлеу барысында өлең шумақтарын, нақыл сөздерді қолдандың. Шығарманы интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қойып, жауап бердің. Әдебиеттік оқу сабағымыз осымен аяқталды.